Кайырлуу күн, курметтүү достор. Бүгүн сиздерге керемет онлайн тактамен тааныстырайын деп отурмун. Бул бизде Jeda Eye деп аталат. Мына Eye меню диаграммалар, немесе башка да нелер жасауга болот экен. Мына бизде меню, алине кез келген сайтта, кез келген онлайн тактада бул бизде не истөөбүз керек, тиркелүүбүз керек, я. Өздөрүңүздүн Google почталарыңызбен немесе өздөрүңүз жаңагы башка да email почталарыңызбен да тиркеле берүүңүзгө болот. Мен сиздерге осундай бет ачылады. Мына карандашта тур. Энди мына удалить этүү үчүн жаңагы назад деген бассаңыздар да болот, немесе удалить деген бассаңыздар да болот. Сосын мына мени ар бери энди тактанын бетин ар бери ауыстыруу үчүн мынаны бассаңыздар да болот. Былай осы алакан тур го, сону басасыздар да былай сунуштай бересиздер. Мисалга мына тактанын астына карай түшсөк, мындай колокольчик бар болгон, бана менин койгондарым, мына good job койгондарым. Эгерде бир нерсени былай select жаңа белгилеп алып ар бери жылжытуу керек болсо, select деген басасыздар да. Мен багына стикерларым койгон. Onu biz кайдан аламыз? Мына add once деп тур го, мына осы жерде icons деп турат. Яны иконалар, дайын иконалар койсоңуздар болот сабакка, Менин андай иконалар бар. Сабакка арналган stickers, багана мен койгон стикерлер. Tweet, daily goals, сосын wireframes. Андай рамкалар. Мисалга телефондун рамкасын коюп койсоңуздар да болот. Осулай чыгат. Сосын shapes, ол бизде фигуралар, Сосын flowchart. Мындай дайын тоже flipchart сыяктуу энди фигуралар тоже. Сосын кийин мында icon finder деп тур. Бул жерде жаңа табуу, яны мен багана smile деп жазган болотмун. Маған ар түрлі смайлик түрүндөгү иконаларды чыгарып берди. Осы жерден өзүмө мисалга мындай таңдап алам. Осы жерден үлкейтүүгө, кичирейтүүгө, ар бери былай жылжытууга болот. Өзүңүз билесиздер, кай жерге коесуздар, калай ыңгайлуу, жалпы онлайн тактада жумуш жасаганда балаларга ыңгайлуу коесуздар. Болду. Бул жерде жабамыз, Эndi дагы эмне көрсөтөйүн деп эдим. Енді сіздерге мысалға мынандай жерде книга деп жазып койдум, Бұл бізде тоже мен ылгыйда айтатын ChatGPT, яғни дайын робот, былайша айтканда бизге барлығын жасап береді. Мына жерде мына стрелканы бассаңыздар, міне let the eye decide, ар түрлі біреудің көзқарастары, нелер opinions болады, осы жерден жасап алуға болады. Онлайн бизнес идея, мысалға идеялар шығады, анализ жасап береді сіздерге, міне 4 неге бөліп, mind map жасап береді, flowchart жасап береді, wireframe, дайын мынандай кесте жасап береді, кесте құрып береді, текст құрып береді, мысалы benefits of drinking coffee, sticky note, стикерлермен мындай нелер жасап береді, арт деген сурет қойып береді. Енді давайте мына біріншісін көрейік. Книга деп тұр менде. Осы книгага жасап көрейік. Jeda is thinking деп шығады, яғни Jeda Eye деген ғой бізде аты, Jeda ойланып жатыр деп тұр. Ожидаемое выпущенный new release book дейді. Осындай жасап береді бізге. Енді анализ дегенді көрейік. Қандай анализ жасап береді екен. Міне. Мына робот жасап жатыр қазір. Міне, мынандай анализ шығарып берді. Examples. Title, өзіңіз жаңағы мен жазасыздар, тақырыпты, мындай анализдік не жасап берді бізге. Енді балалар мысалға бірінші мысалын айтады, екінші мысалын айтады, балалар өздері жерге кіріп толтырады. Бұл да енді онлайн сабақта да, офлайн сабақта да қолдануға болады. Егер онлайн болса, мына жерде participants деген басып, плюс деп балаларды, оқушыларды осы жерден қоссаңыздар болады. Owner деген ол өзім деген сөз. Емейлдарына осылай жіберуге болады, немесе мынау кіретін бізде ссылка, осы ссылканы копировать деп басып, копировать етсеңдер, копия деп тұрған, копировать етілді. Балаларға бөлсеңіздер, олар да онлайн тақтаны кіріп, бірге пайдаланатын болады. Енді ары қарай осы книга мен mind map жасап көрсек, ары қарай қазір бізге көрсетеді жасап. Енді көбінесе ағылшын тілінде шығады болды. Міне ағылшын тілінде mind map жасап берді. The book is a valuable source of knowledge. Books provide entertainment and
escapism. Reading books can improve vocabulary and language skills. Books can transport readers to different worlds and the cultures. Көрдіңіздер ма? Демек, сабақта осымен жұмыс жасай берсеңдер болады. Flow chart жасап көрейік енді. Бұл жерде бізге не жасайды екен? Flow chart. Барлығын сіздерге енді нетіп қалай пайдалануға болады соны етейін деп отырмын. Try again. Онда ағылшынша жазайық books деген. Может, орысшаны қабылдамай тұрма деген ғой. Books деп жазып көрейік. Flow chart деген не екен? Оны мен де түсініп тұрған жоқпын. Шыны керек жасап берсем. Давайте wireframe деген жасап көрейік ары қарай. Міндетті түрде мынандай нені қоясыздар. Тақырыптан кейін мынандай пробел қойып қоясыздар. Мындай белгіні. Ол жасап береді. Міне. Contact about home. Welcome to my book website. Дайын веб-сайтқа шақырған, олай айтқанда. Қазір былай кішірейтсек болады. Zoom. Так, бүйтіп алақанымен ары-бері бүйтіп жұмыстамыздан басып. Енді келесін көрейік. Бұл түсінікті текст. Кітапқа байланысты енді мәтінді спокойно жасайтын шығар. Менің ойымша. Міне. Кітаптардың аттарымен прям барлығы шығып кетті. Select деген басып, мынаны белгілесек, мындай не шығады. Настройкасы шығады, мысалы. Қызыл түске мәтіннің түстерін белгілейтін. Копировать ететін, өзгері жоқ. Кәдімгідей delete деген басып удалить жасаңыздар болады, керек емес болса. Сосын sticky note, яғни стикерлермен жазып береді қазір. Стикерларға балалар өз ойларын жазса да болады, негізі. Мына жерге стикер, кішкене жақындатайық, енді бізге алыс болып кетті. Стикерлардың несін жасап берді. Сосын арт, сурет. Бұл қазір бізге сурет шығарып беру керек. Букс деп тұр бізде, қандай сурет шығарады екен. Міне бұл сурет шығарып берді. Ешқандай интернетте жоқ, бұлар жаңағы ешқандай да бір жерден көшірілген суреттер емес, олар өздері жасайды. Робот қандай сіз не жазасыз? Generated analysis. Мынандай тағы да бар екен, Document GPT. Документіңізді жасайсыз, дайын. И даталық нелерді көрсетуге болады екен. Енді ол бір тақырыпқа байланысты, енді бұл құсқа бізге барлығы шыға бермейтін шығар деп ойлап тұрмын. Не үшін осындай бізде онлайндақта сабақтарыңызды пайдалансаңыздар болады. Көптеген мүмкіндіктері бар екен енді. Мына жерде ол жаңағы чат. Өздеріңіз осы жерге сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады екен. Follow me деп тұр. Аны скачать етіп алсаңыздар болады. White background, яғни ары жағы фон ақпен, немесе осыны бірақ скачать етіп алсаңыздар, міне скачанный деп тұр, көрдіңіздер ме? Сурет болып шығады. Міне осы жерден фотографиядан ашасыз сосын. White пен бағана шығара салу керек еді, ақпен. Көрдіңіздер ме? Енді мынандай болып шықты. Дайын бетті осылай шығарасыздар. Енді бұл сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп кетіңіздер. Басқа да пән мұғалімдерімен, әсіресе енді ағылшын тілі мұғалімдерімен, бұл жерде барлығы ағылшын тілінде болғандықтан. Немесе басқа тілдерден де жай ғана осы тақтаның өзін пайдалана берсеңіздер болады. Міндетті түрде мынаның бәрін емес. Мыналар енді бізде ағылшын тілінде шығады екен. Көресіздер, сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер каналыма. Поделиться батырмасын басып, бөлісіп кетіңіздер.